Сәлем достар. Достар, сәлем, қалайсыңдар? Бүгін Еркенұр мен Айлин өздері үйде қалады. Мен бұларға жақсы няня дайындап қойдым. Сендерге кеше бір няняға звондағанда білесіңдер ма, бір арабша сөйлейтін, бір басқаша бір кісі не қылды, сөйлесті мен. Білмеймін, басқа қаладан келем деді ма, мемлекеттен келем деді ма, сөйтіп айтты. Кім деп ойлайсыңдар, қазір келемін деді. Күшті няня дайындап қойдым. Сол нянямен дос болып жақсы отыра беріңдер, тыныш үйде, жарай ма? Иә. Няняның кеп қалатын уақытысы болып еді. Келіпті ғой. Саламатсыз ба? Сіздің неге жолдары естір ма? Білмеймін, сіз кімсіз? Мен Қараңдар достар. Қызық нянясыз, Иә. қазақша сөйлесіп сонда? Иә, мен Дубайдан қазақша үйреніп келгем. Күшті. Мен жарайды, қарай аласыз ба балаларға? Әрине. Жарайды, қараңыз. Мен кеттім, қыздар, онда. Қыздар? Күшті жүрсіңдер ғой. Принцессамыз Еркенұр, мынау біздің Айлин. Танысып қойыңыз, бұл біздің Дубайдан келген няня. Танысып қойыңдар, қыздар. Ал няняны тыңдаңдар, мен кеттім. Пока. Kızlar, sizlerin adlarını açtınız. Benim adım Erkenur. Erkenur, senin adın Aylin. Aylin. Erkenur, senin Aylin. Ya, isminizler Aylin. Tanışkanıma қуаныштымын. Менің атым Мысая. Дубайский мен қадамасты. А біз Дубайский апки деді ғой. Ой, кішкілі Ай, мен қош кетті. Қыздар, тынышталамыз. Қыздар. Мыналарды қалай тынышта тұруға болады? Ойнаңыз. Мен сендерді столдың астына отырғызып қоямын. Қашпаңдар. Арабтар істейді балалар шуласа. Келіңдер. Астына отырыңдар, немесе мамаларына звондайды. Звондайын ба енді? Жоқ. Болды, звондайын. Жоқ. Давайте келісеміз. Сендер шуламасаңдар, мен келесіде сендерге дубайский шоколад алып келемін. Я, келісеміз. Нар, не істеп жатыр? Няняны жылатып жатсыңдар ма? Тұрыңдар былай. Өлә, сонау жерден келген адамды жылатқан не сыналар? Не істеп жатсыңдар сонша? Масқара. Кешіріңізші, ренжімеңізші, мыналар масқара ғой, Отырыңдар ғана. Мен бұларға дубайский шоколад алып келем деп едім. Енді мен алып келмеймін. Масқара, қыздар. Еще күшті сендерге дубайский шоколад әкелем деп айтыпты. А сендер болса не істеп жүрсіңдер,
Ал Дубайдан келген қонақ, сізді ренжітсе, ренжімеңіз, пожалуйста, бұл екі бұзықтыққа не істесек болады? Не істейміз? Өзіңіз айтыңыз. Тиіспей ақ қойыңыз, мақұл. Ренжімейсіз ба? Бала ғой, ренжімеңіз. Ал екеуің, мен тағы да бір жерге баруым керек әлі. Бұл няня сендермен әлі отыра тұрады. Өте алыстан келген, өте білімді, сондай тіл білетін мұғалім. Бұл кісі әрі мұғалім, әрі няня. Жақсылап тіл үйреніп алыңдар, түсіндіңдер ме осы кісіден? Мен кеттім, жұмыстарым бар, няняға сендерді тапсырдым. Жақсы, пока. Gidip böyle alalımız. Достар, мен келдім. Біздің Дубайдан келген нянямыз бізге күшті пицца пісіріп жатыр екен. Нан қарандар. Вау, қазір пісін, осыны бірге жейміз. Рецептісін жазып кеттіңіз маған, я? Кеттік, достар, бірге пицца жейік. Достар, біздің Дубайдан келген нянямызды төрге отырғызып қойдық. Бізге няня мынандай вкусный пицца дайындап берді. Бізге ас болсын, я, қыздар? Ал достар, біздің видеомыз бітті. Келген қонағымызды сыйлап, осы төрге отырғызып қойдық. Сіздерге видео ұнаса лайк басыңыздар. Барлықтарыңызға пока!